айнала берме көзімді, әр жақсыдай дедім аяу. Ой, айналайын құлыным, кел қасыма отыр. Мен саған құрақ құрап жатырмын. Міне көрсетейін. Мынау ши құрақ деп атайды. Бұрынғы әжелеріміз осындай құрақ құраған. Құрақ құрау өнерінің терең мән мағынасы бар. Ертеде апа әжелеріміз құрақ құрай отырып, немерелеріне арнап құрақты отан болып құралып кетсін деп, өсіп өнсін деген тілекпен жасаған. Құрақтардың мың құбылған сәні мен сұлулығына қарап отырғанда шіркін-ай, мына қазақтың құрақтарының тілі болса, олар мәңгілік ғұмыр, асыл қазына, өшпес сұлулық туралы бізге таусылмас сырымен жыр толғар еді-ау деген ой келеді. Яғни құрақ құрауды, оны тамашалауды қыз келіншектерге сұлулықпен сырласуға, оның бойына сіңіруге үйретеді. Ал жаны сау, сұлу кісілер ісі де, өзі де, мінез құлқы да, отбасы да сұлу болады. Ой жарығым, көзімнің жанары, жаулығымның киесі. Құрт дайындап жатырмын. Қазір сәл шыдай тұр. Мен қазір құрт жайып болайын, сосын саған айран берем, жарай ма қызым? Кеп, маған құрт дайындауға көмектесіп жібер.